Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах тағала мүминдерге, мүминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: "Уасиқаллазина тақау раббахум илал жаннати зумара". Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Біз ойлаймыз, жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сондағы періштелері сондай мейірімді. Вақоля лахум хазанату, қана есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламун алейкум деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыпытуым, шамаларын келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларын келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулуха хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах тағала өзі айтқандай: "Вақулу алхамдулиллах". Олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: "Барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулиллах, әллә саддақана ва'даху". Елшілері арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. Ва урусанал арада. Жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Натабауау минал жаннати хайсу наша. Енді біз мына жәннаттың қай жерде барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Аллах тағала айтады: "Фани'ма аджрул амилин". Имандарына амал негізгендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен Алла.